Кейбір сезімдерді адам өзі де түсіне алмайды. Түсінгісі келеді, бірақ жүрек басқа жаққа тартады. Ал кейбір сезімдер адамның бүкіл тағдырын өзгертіп жібереді. Айдана 17 жаста еді. Мектептің соңғы сыныбында оқитын. Сабақты жақсы оқитын, мінезі салмақты, ешкімге зияны жоқ қыз болатын. Бірақ оның балалық шағы оңай өткен жоқ. Айдана 7 жасқа толғанда әкесі ауыр дерттен қайтыс болды. Сол күннен бастап анасы Гүлмира жалғыз өзі қызын өсірді. Күндіз жұмыс істеп, түнде тігін тігіп, бар өмірін қызына арнады. Жылдар өтті. Айдана 15-ке келгенде Гүлмира қайта тұрмысқа шығуға шешім қабылдады. Ол адам ермек еді. 40 жастағы, бойы ұзын, сабырлы мінезді азамат болатын. Қаладағы құрылыс компаниясында жұмыс істейтін. Өзінің де бір сәтсіз некесі болған, бірақ баласы жоқ еді. Басында Айдана анасының бұл шешімін қабылдай алмады. Маған ешкімнің керегі жоқ деп жылаған күндері көп болды. Бірақ уақыт өте келе, ермек ешқашан өзін әке орнына қоюға тырыспады. Керісінше, қыздың сеніміне кіруге асықпады. Сол үшін де Айдана оны сыйлай бастады. Ермек таңертең мектепке апарып тастайтын. Емтихан кезінде түнде бірге дайындалуға көмектесетін. Математикадан түсінбеген есептерін шығарып беретін. Қыздың туған күнінде көп сөйлемейтін, бірақ әрқашан ойланған сыйлық әкелетін. Бірте-бірте Айдананың өмірінде бос қалған әкелік орын толғандай болды. Бірақ уақыт өте келе, бәрі өзгере бастады. 17 жасқа келген жылы Айдана өзінің өзгеріп бара жатқанын байқады. Ермек үйге кешігіп келсе, мазасызданатын болды. Оның дауысын естісе, көңілі көтеріліп кететін. Басқа ер адамдарға қарағанда Ермекті ерекше көретін. Алғашында ол мұның бәрін әкелік сағыныш шығар деп ойлады. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Сол күні мектепте соңғы қоңырауға дайындық жүріп жатқан. Қыздар сыныпта жігіттер туралы сөйлесіп отырған. Маған спортшы балалар ұнайды. Маған ұзын бойлы жігіттер ұнайды. Маған көзі көк жігіттер ұнайды. Қыздар кезекпен айтып жатқанда бір құрбысы Айданадан сұрады. Ал саған қандай жігіт ұнайды? Айдана жауап бермек болып тоқтап қалды. Өйткені оның көз алдына күтпеген жерден Ермектің бейнесі келді. Сабырлы жүзі, қоңыр көзі, баяу сөйлейтін дауысы, қамқорлығы. Сол сәтте қыздың жүрегі дүрсілдеп кетті. Өзі ойлағысы келмейтін шындықты алғаш рет сезінді. Сол күні кешке бөлмесіне кіріп алып ұзақ жылады. Жоқ, болмайды, бұл дұрыс емес. Бірақ жүрекке бұйрық жүрмейтін еді. Күн өткен сайын сезімі күшейе берді. Ермек ештеңе байқамады. Ол әлі де Айдананы қызы сияқты көретін. Ал Айдана болса, күн сайын өз сезіммен күресіп жүрді. Бір күні анасы жұмыста болды. Үйде тек Айдана мен Ермек қалған. Кешкі ас дайындап жүрген кезде қыздың қолын ыстық шайнек күйдіріп жіберді. Ау, даусын естіген Ермек жүгіріп келді. Қыздың қолын ұстап алып, суық суға тосты. Абайламайсың ба? Қатты ауырды ма? Сол сәтте Айдананың жүрегі бұрынғыдан да қатты соқты. Ал дәл сол уақытта есік алдында тұрған адам олардың әңгімесін көріп қалған болатын. Бұл адам кім еді? Және оның көргені бүкіл отбасының тағдырын қалай өзгертеді? Есіктің алдында тұрған адам көрші әйел Зәуре еді. Зәуре апай бұл үйдің жағдайын жақсы білетін, ауылдағы жаңалықты бірінші еститіндердің бірі болатын. Ол терезеден байқамай қарап қалып, Ермектің Айдананың қолын ұстап тұрғанын көрді. Әрине, шын мәнінде ешқандай оғаш нәрсе болған жоқ. Ермек қыздың күйіп қалған қолын суық суға тосып тұрған еді. Бірақ сырт көзге бәрі басқаша көрінуі мүмкін болатын. Зәуре апай үнсіз кетіп қалды.
2 күннен кейін ауыл ішінде сыбыр басталды. Гүлмираның қызы өгей әкесіне тым жақын сияқты. Ермек те қызды ерекше жақсы көреді екен. Бір түрлі көрінеді. Өсек от сияқты кез тарады. Айдана бұл сөздерді алғаш мектепте естіді. 2 қыз оның артынан сыбырласып тұрған. Сол үй туралы естідің бе? Иә, ұят екен. Айдана олардың не туралы айтып тұрғанын түсініп, өңі қашып кетті. Сол күні үйге келіп бөлмесіне кіріп алып ұзақ жылады. Ол өз сезімінің қате екенін білетін, бірақ ешкімге айтпаған, ешкімге білдірмеген. Сонда да өсек пайда болған еді. Ал Ермек ештеңеден хабарсыз болатын. Бір аптадан кейін жағдай одан сайын қиындады. Мектеп бітіру кеші жақындап қалған. Қыздардың бәрі көйлек таңдап, суретке түсіп, болашақтары туралы армандап жүрген. Ал Айдананың көңілі алаң еді. Бір күні кешке анасы жұмысқа кеткен. Ермек аулада бірдеңе жөндеп жатқан. Айдана терезеден қарап отырды. Ол өзін тоқтатуға қанша тырысса да, көз қарасы үнемі Ермекке ауып кететін. Сол кезде өзінен өзі қорқып кетті. Мен не болып барамын? Ол дереу бөлмесінен шығып, көшеге серуендеуге кетті. Бірақ дәл сол күні тағдыр оған тағы бір сынақ дайындап қойған еді. Саябақта отырып кітап оқып отырған кезде қасына сыныптасы Дастан келді. Дастан бұрыннан Айдананы ұнататын, мектептегі ең тәрбиелі балалардың бірі еді. Айдана, сөйлесуге бола ма? Иә, мен саған көптен бері айтқым келіп жүрген нәрсе бар. Айдананың жүрегі дүрсілдеп кетті. Не нәрсе? Мен сені жақсы көремін. Қыз үнсіз қалды. Кез келген қыз мұндай сөзге қуанар еді. Бірақ Айдананың жүрегі бос болатын. Өйткені оның жүрегінде басқа адамның бейнесі тұрған еді. Дастан қыздың үнсіздігін байқап қалды. Біреуді жақсы көресің бе? Айдана басын төмен түсірді. Иә, ол кім? Қыз жауап бере алмады. Өйткені ол есімді айтуға болмайтын еді. Сол күні үйге қайтып келе жатқанда Айдана бір шешім қабылдады. Ол бұл сезімнен құтылуы керек. Қалай болса да. Университетке басқа қалаға түседі. Үйден кетеді. Ермекті ұмытады. Өмірін жаңадан бастайды. Сол түні алғаш рет құжаттарын басқа қалалардағы университеттерге тапсыру туралы ақпарат іздей бастады. Бірақ дәл сол түні Ермек пен Гүлмираның бөлмесінен шыққан әңгіме оның бүкіл жоспарын өзгертіп жіберетінін ол әлі білмейтін. Өйткені анасы Ермекке «Мен саған бір маңызды жаңалық айтқалы жүрмін» деді. Ал бұл жаңалықты естіген Ермектің өңі күрт өзгеріп кетті. Айдана сол түні бөлмесіне кіріп кеткенімен жүрегі тынышталмады. Анасы мен Ермектің дауыстары көрші бөлмеден анық естіліп тұрды. Ол тыңдағысы келмеді. Бірақ әлгі сөздер өзінен өзі құлағына жетіп жатты. «Мен саған бір маңызды жаңалық айтқалы жүрмін», деді Гүлмира. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. «Не болды?» деп сұрады Ермек. Гүлмира терең дем алды. «Менің денсаулығым дұрыс болмай жүр». Ермек бірден алаңдап кетті. «Не дейді дәрігерлер?» «Тексеруден өттім». Тағы да үнсіздік. «Менде ісік бар екен». Бұл сөзді естігенде Айдананың жүрегі зу ете қалды. Ермек орнынан атып тұрғандай болды. «Не дейсің?» Әлі нақты қорытынды шыққан жоқ. Бірақ қосымша тексерулер керек екен. Бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Айдананың көзінен жас шығып кетті. Анасы оның өміріндегі ең жақын адам еді. Егер анасына бірдеңе болса, ол бұл ойды соңына дейін жеткізе алмады. Ал Ермек болса, сол түні көз ілмеді. Келесі күннен бастап Гүлмираны ауруханаларға тасып, анализдеріне бірге барып жүрді. Айдана алғаш рет Ермектің анасын қаншалықты жақсы көретінін анық көрді. Ол әр қабылдауға бірге кіретін, дәрігерлерден қайта-қайта сұрайтын, тамақтануына дейін бақылап жүрді. Бір күні ауруханадан қайтып келе жатқанда Гүлмира көлікте жылап жіберді.
Мен сендерге салмақ болдым ғой. Сонда Ермек көлікті тоқтатып, ондай сөзді енді айтпа. Біз отбасы болдық. Не болса да бірге өтеміз деді. Айдана артқы орындықта үнсіз отырды. Сол сөздерді естіген сайын жүрегі ауырлай берді. Өйткені Ермек анасын шын жақсы көретін, ал оның өз сезімі дұрыс емес екенін күн сайын кереңірек түсініп келе жатты. Бірнеше аптадан кейін толық тексерудің қорытындысы шықты. Бақытына қарай жағдай ойлағандай ауыр емес екен. Дәрігерлер уақытылы емделсе, бәрі жақсы болатынын айтты. Сол күні бүкіл отбасы алғаш рет еркін тыныс алды. Үйге қайтқан соң Гүлмира дастархан жайып, бүгін қуанышымызды атап өтейік деді. Шешеуі ұзақ отырып әңгімелесті. Сол кеште Айдана көптен бері байқамаған бір нәрсені аңғарды. Анасы күліп отырғанда Ермектің жүзі ерекше жылып кетеді екен. Ал Ермек сөйлегенде анасының көзі қуанышқа толып тұрады. Олар бір-бірін шын жақсы көретін. Сол түні Айдана бөлмесіне кіріп алып ұзақ ойланды. Сосын ноутбугын ашып, басқа қаладағы университетке құжат тапсырды. Бұл жолы ол нақты шешім қабылдаған еді. Мектеп біткен соң кетеді. Ешкімге ештеңе айтпайды. Жаңа өмір бастайды. Бірақ тағдыр тағы да күтпеген бұрылыс дайындап қойған болатын. Бір аптадан кейін мектеп бітіру кеші өтті. Салтанатты шара аяқталған соң барлық түлектер суретке түсіп жатты. Сол кезде Дастан тағы да Айдананың қасына келді. Университетке қай қалаға түсесің? Әзірге білмеймін. Мен де Алматыға тапсырып жатырмын. Айдана үндемеді. Егер бірге оқысақ, жаман болмайды, деді Дастан күліп. Дәл сол сәтте олардың әңгімесін алыстан бақылап тұрған адам болды. Бұл Ермек еді. Үйге қайтар жолда ол күтпеген жерден сұрақ қойды. Әлгі жігіт кім? Дастан. Жақсы бала сияқты екен. Айдана үндемеді. Саған көңілі бар ма? Қыздың жүрегі атқақтап кетті. Білмеймін. Ермек жымиып қойды. Егер жақсы жігіт болса, бағала. Осы сөз Айдананың жүрегіне пышақтай қадалды. Өйткені Ермек оны әлі де қызы сияқты ғана көретін еді. Ал бірнеше күннен кейін Айдана университеттен жауап алады. Бірақ сол жауап оның ғана емес, бүкіл отбасының өмірін мүлде басқа арнаға бұрып жіберетін еді. Мектеп бітіргеннен кейінгі күндер Айдана үшін өте ауыр өтті. Бір жағынан ол университеттен жауап күтті. Екінші жағынан жүрегіндегі сезіммен күресіп жүрді. Күн сайын өзіне бұл уақытша ғана. Басқа қалаға кетсем, бәрі ұмытылады деп қайталайтын. Бірақ кейде адамның жоспары басқа, тағдырдың жоспары басқа болады. Бір күні түстен кейін телефонға хат келді. Айдана дірілдеген қолмен ашып қарады. Ол Алматыдағы университетке грантқа түскен еді. Қыз бір сәт қуанып кетті. Кейін көзінен жас шығып кетті. Өйткені бұл оның үйден кететінін білдіретін. Сол кеште дастархан басында бәріне айтты. Мен Алматыға түстім. Гүлмира қуанып орнынан тұрып қызын құшақтады. Қызым, жарайсың. Ермек те күлімсіреп, мен сенің өтетініңді білгенмін деді. Бірақ Айдананың жүрегі қуана алмады. Ол осы үйден кететінін ойлаған сайын іші босап қалғандай болатын. Келесі 2 ай дайындықпен өтті. Жатақхана, құжаттар, жолға қажетті заттар. Барлығы қыздың кететін күнін жақындата берді. Ақыры тамыздың соңғы аптасы келді. Стансада Гүлмира жылап тұрды. Ал Ермек қыздың чемоданын көтеріп жүрді. Пойыз келіп тоқтағанда анасы қызын қайта-қайта құшақтады. Өзіңді күт. Жақсы, мама. Соңында Ермек жақындады. Қыз оған қарауға да қорқып тұрды. Сабағыңды жақсы оқы. Жақсы. Қандай қиындық болса да хабарлас. Жақсы. Ермек қыздың маңдайынан әкелік мейіріммен сүйді. Ал Айдана сол сәтте әрең дегенде көз жасын ұстап қалды. Пойыз қозғалғанда ол керезеден ұзақ қарап отырды. Гүлмира қол бұлғап тұрды. Ермек оның жанында үнсіз тұрған.
Станса көзден ғайып болғанша Айдана терезеден кетпеді. Сол түні ол алғаш рет еркін жылады. Бәлкім бұл қоштасу ғана емес еді. Бәлкім жүрегіндегі сезіммен де қоштасып жатқан шығар. Алматыдағы өмір мүлде басқа болды. Жаңа қала, жаңа адамдар, жаңа орта. Бірінші курстың алғашқы айларында Айдана сабақтан бас көтермеді. Уақыт өте келе, бұрынғы ауыр сезімдер де бәсеңдей бастады. Дастан да сол университетке түскен екен. Олар кейде бірге кітапханаға баратын, кейде кафеде отырып әңгімелесетін. Дастан бұрынғыдай сабырлы, қамқор жігіт болып қала берді. Бір күні күздің салқын кешінде ол тағы да сөз бастады. Айдана, мен әлі де өз ойымнан айныған жоқпын. Қыз үндемей қалды. Мен сені күте аламын. Дастан, жауап беруге асықпа. Сол күн алғаш рет Айдана оның жанында өзін жайлы сезінді. Жүрегі бұрынғыдай ауырмайтын болды. Өмір біртіндеп өз орнына келе бастағандай еді. Бірақ дәл сол кезде үйден күтпеген хабар келді. Кешкі уақытта анасы қоңырау шалды. Дауысы біртүрлі болатын. Қызым, не болды? Ермек ауруханада жатыр. Айдананың жүрегі зу ете қалды. Не болды? Жол апатына түсіп қалыпты. Телефон қолынан түсіп кете жаздады. Ол сол түні ұйықтай алмады. Таң ата бірінші пойызбен үйіне қайтуға шешім қабылдады. Бірақ ол үйіне оралғанда өзін күтетін жаңалықтың апаттан да ауыр екенін әлі білмейтін. Айдана түні бойы көз ілмеді. Таң ата вокзалға барып алғашқы пойызға билет алды. Жол бойы тек бір ғана ой маза бермеді. Ермек аман ба екен? Кешке қарай туған қаласына жетті. Вокзалдан түсе сала таксимен ауруханаға тартты. Аурухана дәлізіне кіргенде анасын бірден таныды. Гүлмира орындықта үнсіз отыр екен. Көзі ісіп кеткен. Түнімен жылағаны көрініп тұр. Мама, Гүлмира орнынан тұрып қызын құшақтап алды. Қорқып кеттім. Қалай өзі? Қазір жағдайы тұрақты. Айдана терең дем алды. Сол сәтте ғана жүрегі сәл тынышталғандай болды. Біраздан соң дәрігер шығып, науқастың жағдайы жақсы, бірақ бірнеше апта бақылауда болады деді. Айдана анасымен бірге палатаға кірді. Ермек төсекте жатыр екен. Бетіндегі жарақаттар әлі жазылмаған, бірақ күлімсіреуге тырысты. Келіп қалыпсың ғой. Қалайсыз? Тірімін ғой. Гүлмираның көзіне қайтадан жас келді. Енді мені қорқытпаңызшы. Ермек әйелінің қолынан ұстап, кешір деді. Айдана үнсіз қарап тұрды. Осы көріністі көрген сайын, оның жүрегіндегі бұрынғы сезімнің орнына басқа нәрсе келе бастаған еді. Бұл енді махаббат емес болатын. Бұл алғыс еді, құрмет еді, сағыныш еді. Өйткені ол осы адамның анасына қаншалықты қымбат екенін анық көріп тұрды. 2 аптадан кейін Ермек үйге шықты. Айдана каникулы біткенше үйде қалуға шешім қабылдады. Бір күні кешке ас үйде шай ішіп отырғанда Ермек кенет сөз бастады. Айдана, иә, мен саған көптен бері айтқым келген нәрсе бар. Қыз таңырқай қарады. Не нәрсе? Ермек бір сәт ойланып қалды. Сен алғаш біздің үйге келген күнім есімде. Маған мүлде қарамайтынсың. Тіпті амандасқың келмейтін. Айдана күліп жіберді. Рас. Кейін бірте-бірте өзгердің. Иә, сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Нені? Менің өз балам болмаса да, тағдыр маған қыз сыйлапты. Айдана үнсіз қалды. Мен сені ешқашан өгей қыз деп көрген емеспін. Әр қашан өз қызымдай қабылдадым. Қыздың көзіне жас толды. Ермек сөзін жалғастырды. Кейде адамдарды қанмен емес, жүрекпен туыс етеді екен. Айдана көз жасын жасыра алмады. Өйткені дәл сол сәтте оның жүрегіндегі соңғы күмән де жоғалып кеткен еді. Ол алғаш рет Ермекті өз әкесі сияқты қабылдады.
бәлкім кеш болған шығар, бірақ шынайы болғаны анық еді. Сол түні ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет жеңіл тыныстады. Каникул аяқталған соң Айдана қайтадан Алматыға оралды. Уақыт өте берді. 2-ші курс, 3-ші курс. Дастан әрдайым қасынан табылып жүрді. Бір күні көктемде ол тағы да ұсыныс жасады. Бұл жолы бұрынғыдай емес еді. Айдана оның сөзін тыңдап тұрып күлімсіреді. Сосын баяу ғана «Иә» деді. Дастан сене алмай қалды. «Шын айтасың ба?» «Иә». Сол күні қыз алғаш рет болашаққа сеніммен қарады. Ал бірнеше жылдан кейін оның үйлену тойында ең қатты толқыған адамның бірі Ермек болатын. Той үстінде ол қызының қолынан ұстап тұрып, «Бақытты бол қызым» деді. Ал Айдана көз жасын сүртіп, «Рахмет әке» деп жауап берді. Сол сөзді ол өмірінде алғаш рет айтқан еді. Және дәл сол сөз екеуінің арасындағы барлық өткен ауыр сезімдерге соңғы нүкте қойған болатын.